Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай коробочканың сборкасын жасайтын боламыз. Бұл коробочканың ішіне осындай әдемі наборчикті салып қойсаңыздар да болады. Суды салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Осы шаблон менің веб-каналымда бар. Егер де толық ақпаратты білгіңіз келсе, осы видеоның астында комментарийда жазылып тұрады. Обязательно кіріп, менің бесплатный телеграм-каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де менде веб-каналы бар, ол жайында да соның ішінен ақпаратты біле аласыз. Ал енді шаблонымызды жинап кірісейік. Қазір мен шаблонымды айтып кетейін. Бұндай шаблонды 200 граммнан жоғары фотобумагаға шығарасыздар. Егер де ішіне су салатын болсаңыз 0,5 тасай, онда жаңағы айтқандай 250 граммнан жоғары қағазға фотобумагаға шығарасыз. Және де осындай пакетиктерді келесі видеода көрсететін болам. Именно пакетигін жиналудың. Міне бізде основаниясы жаңағы бака, үлкен жері ол астына кететін, ал кішкентай жері ол жаңағы крышкамызға жабысатыны. Оны қазір мен видеода көрсететін боламын. Міне осы шаблонды біртіндеп кесесіз, өйткені крышканың размері басқаша, және де астыңғы шаблонның размері вообще басқаша. Сол үшін міне осылай домалақтап кесіп аласыз. Қайшымен, линия бойынша, линиясы барлығы көрініп тұр. Міне осылай қиып болғаннан кейін астыңғы жағында қиятын боламыз. Міне осындай шаблонның үшеуін шығарасыздар. 3 туғы қажет болады. Үшеуін осылай біртіндеп кесіп алсаңыздар болады. Міне мен шаблонымды дайындап қойдым. Енді қазір бакаларын кесетін боламыз. Бакаларын 5 қылып шығардым. 5 штук қылып. Енді қазір қиып аламыз өзімізге. Міне видеода көрсетілгендей осылай қиясыздар бәрін. Міне көріп тұрсыздар, основаниясын былай қиып тастаймыз и тура ортасынан қайттан қиясыздар. Міне зубчиктары тұру керек. Зубчиктарын қиып тастамаңыздар, зубчиктары тұрады. Енді осылай қиямыздар и ана шетін қиып тастайсыздар. Міне барлығын осылай қиып шығасыздар. Қиып болғаннан кейін беговкасын жасайтын боламыз. Линия бойынша. Міне осылай беговка жасап болғаннан кейін біздің шаблонымыз күшті майысады. Барлығына солай беговка жасап шығасыздар. Канцелярский ножбен жасайтын болсаңыз, қатты баспаңыз, өткені қағазыңыз жыртылып кетеді. Енді барлық қағазымызды осылай жинаймыз да, зубчиктарын кесеміз. Міне осылай зубчик қылып кесесіздер. Бұл жерде линиясы барлығы көрініп тұр. Главное зубчик ретінде қисаңыздар болды бұл жерде. Міне қазір мен барлығын қиып шықтым. Енді қазір бұны жинайтын боламыз. Қазір міне главный шаблонымды алып алайын. Міне коробочканың крышечкасы. Міне қазір шаблонымды осылай аударамын. Главный шаблонның крышечкасын алып, міне примерно осылай жабыстырып шығасыздар. Бірақ біртіндеп емес, сіз кішкентай крышечканың основаниясын бір-біріне қосасыздар. Қазір видеодағыдай. Міне сіздерде осындай 5 қағаз болу керек. Крышечкаға арналған, именно кішкентайын крышечкаға арналған, ал үлкені ол жаңағы днода тұрады. Міне клейді осылай жақтым. Осылай 5-еуін жабыстырып шығамыз. Бірінші 3-еуін жабыстырасыздар. Міне 3-еуін, қазір тағы 1-еуін жабыстыратын боламын. 3-еуі жетеді. Ал қалған 2-еуін оны төбесіне жабыстыратын боламыз. Міне мен уже шаблонымды 3-шіден жабыстырып қойдым. Енді клейді осылай жағып, 2-еуін нанның төбесіне жабыстырып қоятын боламыз. Біріншісін бұлай жабыстырдым, екіншісіне клей жағып, тағы да бұлай жабыстырдым. 2-еуі жетеді. Кішкене қағазымыз қалың болып тұрсын деп жабыстырып жатырмыз. Енді клейлеп, зубчиктардың бойымен барлығын жабыстырып шығасыздар. Міне домалақ қылып алдым. Енді тезірек жабыстырып шығу керек. Осылай клеймен жабыстырасыздар, немесе горячий клеймен де жабыстыруға болады. Міне енді осылай зубчиктардың астына жібересіздер. Міне видеода көрсетілгендей осылай жабыстырып жатырмын. Зубчиктарын қысып қоям, қолмен өткені шығып кетпесін деп. Міне мен уже барлығын жабыстырып шықтым. Енді мынандай біз распечатали 3-еу қылып қой. Соның 1-еуін нанның ішіне жібереміз, өткені зубчиктарымыз біздің көрінбесін деп. Міне біздің крышечкамыз дайын. Енді қазір бізге дносын собирать етеміз.
осы жаңағы крышканы қалай жинадық, дәл солай астыңғы жағын дәл солай жинайсыздар. Міне үшеуін қостым да, енді үстіне қайтадан жаңағыдай екі парақты жібере саласыз. Жаңағы жабыстырып қойдым. Енді қараңыздар, көрдіңіздер ме? Тура жаңағы крышканы қалай жабыстырдық, дәл солай сөйтіп жабыстырып шығасыздар. Міне енді қазір дномызға жаңағы зубчиктары көрінбесін деп осыны жабыстырып шығу керекпіз. Үшеуінің размері бірдей, ал қазір жаңағы нені собирать еткенде размерін кішкене өзгертеді астындағы коробкасы. Сол үшін осылай кішкене на глаз примерно осылай кесіп домалақтап шығасыздар. Міне осылай кесе саласыз, чтобы мынаның ішіне келетіндей болсын. Именно осылай үшеуін распечаткадан шығармай, ақ парақты да қойсаңыздар болады, немесе ақ парақ жабыстырсаңыздар болады, размерін өзіңіз келтіріп. Міне біздің енді коробочкамыз дайын. Енді осылай жаба саласыз. Ашқанда осылай болып ашылады. Ішіне өзіңіздің қалаған затыңызды салсаңыз болады. Бірақ су салсаңыз 250 граммнан жоғары фотобумагаға шығарған дұрыс болады. Сол кезде ұстап тұрады. Ал егер де 200 граммдық фотобумагаға жасасаңыз, онда сіздің жаңағы суыңыз түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін лучше 250 граммдық қағазға шығарсаңыздар, прям қатты күшті болып тұрады. Енді міне ішіне осындай салып қойдым украшенияны. Оны салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады мысалы. Міне біздің коробочкамыз енді полностью дайын деп айтсам болады. Жаңағы айтқандай, суды салатын болсаңыз 200 граммнан жоғары фотобумагаға шығарған дұрыс болады. Ал егер де суды салмайтын болсаңыз, онда 200 граммдық фотобумагаға шығара берсеңіз болады. Онда точно ұстайды. Менің видеомды қарағандарыңызға рахмет. Алда әлі көптеген видеолар болады.